сабағымыз ана тілі, бірінші сабақ. Бірінші жаттығу суретке қара, оқы дейді. Балалар, жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамның бір-бірімен түсінісу үшін қажет дейді. Сөйлеу не үшін қажет? Сұраққа жауап береміз. Сөйлеу адамдар бір-бірімен түсінісу үшін қажет дейді. Тағы да не үшін қажет екен? Бір-бірімен сөйлесу үшін, сұраған нәрсесіне жауап беру үшін, не? Біздің сөйлеуіміз тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады. Екінші жаттығу өлеңді түсініп оқы. Әр нәрсенің мәні бар, әркімнің өз әні бар. Өз тілінде сөйлейді жердегі жан-жануар. Бүркіт барыс қасқыр да даусынан танылар, ана тілін білгеннің маңдайының бағы бар дейді. Несіпбек Айтұлы деген ағам жазған екен. Өз тілінде сөйлейді дегенді қалай түсінесің? Жануары сөйлей ала ма? Өз тілінде дегенді қалай түсінеміз? Өз тілінде дегенді қазақтар қазақша, орыстар орысша, тек қана сөйлеу жағынан ғана басқаша болады. Адам бәрі бірдей болады, бірақ сөйлеу жағынан тілдері басқа болады. Жан-жануарлар өзінің тілінде сөйлейді. Қасқыр қасқырша ұлиды, ит итше үреді. Үшінші жаттығу көркем жаз дейді. Әлденен ананың үйрен ана тіліңді. Төртінші жаттығу сәйкестендір дейді. Сәйкестендіреміз, балалар. Бұл жерде қарқылдайды не? Не қарқылдайды бұл жерде? Қарға қарқылдайды, қақ деп. Қанқылдайды не? Үйрек, қаз. Шиқылдайды не? Торғай, шымшық шиқылдайды екен, не? Ырылдайды не екен? Ит екен. Ар дейтін. Міне, балалар, бүгін білдік. Қай тілде сөйлейтінін, сөйлеу не үшін қажет екенін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.